Баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге мен Еркеназ. Бүгін екі ағзаттан тұратын сгущенка жасап үйренеміз. Дүкеннен асып түседі деп айтылсам да болады. Ингредиенттер видеоның астында описанияда болады. Ең алдымен жалпақ ыдысымызға сүтті құйып аламыз. Одан кейін қантты саламыз. Екеуін араластыра отыра отқа қоямыз. Ең алдымен сүт қайнағанша дейін жоғарғы отта тұрады. Одан кейін орташа отқа қоямыз. Сүт қайнағаннан кейін отты орташа қыламыз. Одан кейін араластыруды тоқтатпаймыз. Бізде осындай қою және де сарғыш түсті болады. Тағы да араластыруды ұмытпаңыз. Болашақ сгущенкамыз уже қоюланып, сарғыштау болған кезде оттан аламыз. Бізде осындай күшті, дүкеннен де дәмді болып шығатын сгущенка пайда болады. Көріп тұрғандарыңызда екі ағзат кетеді және жасалу жолы оңай, үйде жасасаңыздар да болады. Сгущенкамыз осылай суыған кезде өте қою, әдемі болып шығады. Жасауларыңызға кеңес беремін. Ас болсын!